Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Назерке. Бүгін мен сіздерге өрілген хала бөлкесін көрсетемін. Алдымен жылы суымызға ашытқы және қантты салып араластырып 15 минутқа жетілуге қоямыз. Апарамыз көтерілгеннен кейін бөлек ыдысқа салып, үстіне тұз, қант, жұмыртқа және сары майымызды салып араластырамыз. Соңынан жылы су құямыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды салып қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып 1 сағатқа жетілуге қоямыз. Қамыр өте жұмсақ болып илену қажет. Қамырымыз дайын болғаннан кейін оны 110 граммнан 15 бөлікке бөліп аламыз. Бөлінген қамырларды дөңгелектеп дайындаймыз. Қамырларымызды ысып, ұзынша сопақ етіп қалыптаймыз. Дайын болған 5 қамырымыздың басын біріктіреміз. Шетіндегі қамырды алып, 2 қамырдан кейін түсіре отырып өреміз. Бес өрім халамыз дайын болды, енді 4 өрім халаға көшеміз. Ол үшін оң жақтағы қамырымызды бірінші астынан, үстінен және астынан жібере отырып өреміз. Енді 6 өрім өреміз. Ол үшін 4-ші тұрған қамырымызды үстіне шығарып, 6-ші тұрған қамырымызды ең соңына апарамыз. Көтеріп қойған 4-ші қамырымызды 2-2 жгуттың ортасына түсіреміз. Тағы да шетінде тұрған, яғни 1-ші қамырымызды соңына апарып, 6-ші қамырымызды ортасына түсіреміз. Солай қайталай береміз. Дайын болған халаларымызды жарты сағатқа көтерілуге қоямыз. Көтерілген қамырымызға жұмыртқаның сары уызын жағып пешке 40-45 минутқа 180 градуста пісіріп аламыз. Осымен біздің өрілген хала бөлкесі дайын болды. Өте әдемі және өте дәмді болып шығады. Дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Каналға жазылуды, лайк қоюды ұмытпаңыздар.